Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді болып 5 минутта пісетін пиццаның рецебімен бөлісетін боламын. Мінекей, алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Мінекей, 2 жұмыртқамызды жарып алдық. Оның үстіне 4 қасық қаймақ салып араластыратын боламыз. Мінекей, қалауыңыз бойынша қандай майонез қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мінекей, мен 4 қасық майонез, 4 қасық қаймақ қостым. Жақсылап араластыратын боламыз. Ыртығы кеткенше, міне електен өткен ұнымызды қасықпен 9 қасық ұн қосатын боламыз. Мінекей, жақсылап араластырып, құймақтың қамырындай болу қажет. Ыртығы кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, салмасын дайындап қойдық. Табамызды қыздырып аламыз және майымызды жағып, дайын қамырымызды салатын боламыз. Жақсылап шет-шетіне жеткенше салып аламыз. Үстіне кетчугімізді жағып, щеткамен жағып шығатын боламыз. Қасықпен де жақсаңыздар болады. Ол өздеріңіз қалауларыңыз. Мінекей, қызанағымыз салдық, колбасамызды салдық. Осылай барлық жеріне жеткенше салып аламыз. Сосын өткіштен өткен ірімшігімізді салатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Біздің балаларға өте ұнайды осы пицца. Әрі тез дайын болады. Пештегі пицца мен газдегі пицца екеуінің айырмашылығы жоқ. Екеуі де дәмді болып шығады. Баяу отқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей, пиццамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер.